Бүгінгі тақырыбымыз туралы айта кететін болсақ, бүгін өткен тақырыптардың жалғасы деп айтуға болады. Біз өткенде біраз тақырыптарды сөйлеп, оны YouTube каналына жүктегенбіз. Енді бүгінгі тақырыбымызда сол тақырыптардың бір заңды жалғасы деп бағалауға болады. Бұл тақырыптың аты өздеріңіз көріп отырғандай, жалпы адам кім болғысы келсе, сол адам бола ала ма? Немесе адам нені қаласа, соған қолы жете ме? Осыны жалпы қалай түсінуге болады? Осы күнде көптеген психологтар адамдарға шабыттандыратын, адамдарға мотивация беретін көптеген біздің лекция сөйлеуші ұстаздар айтып жатады, адам не қаласа, сол болады деген пікірде. Бірақ осының ар жағына тереңірек бойлап көрейікші бүгін. Біз бүгін осы тақырыпты ашу үшін алдымен бірнеше түрлі мазмұндарды қамтуды жөн санадық. Оның біреуі ой мен сөздің құдіреті деп аталады. Алдымен әңгімені осы жақтан бастасақ, біраз түсінікті болады деп ойлаймыз. Өйткені ой дегеннің өзі бір энергияның ағысы. Адамдар күніне қанша ойға бататынын білмейміз. Өте сапырылысқан ойлар келіп кетіп жатады. Оның ішінде өте лезді ойлар болады, ұзақ уақытты ойлар болады. Оның кейбіреуі біздің жадымызда сақталады, кейбіреуі сақталмайды. О да біздің Құдайдың бізге берген үлкен бір неғиметі деп айтуға болады. Өйткені кез келген ойдың бәрін сақтай беретін болсақ, мүмкін біздің жүйке жүйемізге, біздің өмірімізге кері әсерін етуі мүмкін ғой. Сондықтан адамдарды ұмытшақ етіп, кейбір дүниелерді әдейі ұмыттыру, о да біздің жаратқанның адамға деген бір жанашыр деп бағалауға болады. Себебі адамдар өмірден алған көптеген қиындықтарын ұзақ уақыт есінен шығармай, оны жадысына сақтап отыратын болса, адамдар арасында кек, өшпенділік жағдайлар сақталып қою мүмкін де, адамдардың қайтадан бір-бірінің ынтымақтасуына, ортақ гүлденіп дамуына кедергі келтіруі мүмкін. Сондықтан ойлар адамдардың санасында, жүйке жүйесінде жүйткіп жатқан, сапырылысқан энергияның ағыстары деп айтуға болады. Ал енді ойлардың сыртқа көрініс табуы ол сөз арқылы болады. Асан Қайғы атамыз айтқандай, көкіректегі көркем ой ауыздан шыққаннан кейін бұзылады дегендей, біздің сөз мәнеріміз, сөйлеу шеберлігіміз, ойымыздағы логиканың жетіспеуінен біздің жүрегімізде жатқан көркем ойлар аузымыздан шыққанда өзінің баяғы әдемілігін жоғалтып қоюы мүмкін. Өйткені сөздің өзінде құдірет, сөздің өзінде қуат, сөзде үлкен энергия бар. Қайбір Құдайдан келген қасиетті кітаптардың бәрін қарағанымызда сөзді ерекше жоғары бағалайды. Мысалы, біздің қасиетті Құранда Алла тағала кез келген затқа бол деп айтса, болады дейді. Оны бол деп айтуы құдіреті күшті Аллаға жеткілікті, ол зат болады. Демек, сөз бірінші айтылып отыр. Ал енді басқа кітаптардан қарайтын болсақ, Інжілде де солай. Онда да айтылады, әуелде сөз ет, сөз Құдайда болатын дейді. Құдай сөз арқылы дүниені жасады дейді. Демек, сөздің құдіреті ерекше күшті. Сондықтан біз сөзде сиқыр бар, ойда у бар деп айтамыз. Енді бұл салыстырмалы түрде айтылған дүние. Жалпы ойдың да көркемдігі бар. Біз негізінен көркем ой ойлауға бағытталуымыз керек. Біздің ойларымыз барынша көркем болу керек. Сонда ғана біздің сана сезімімізде көркем ойлар шоғырланады. Мен мына өзімнің бір кітабымда бірнеше осыларға байланысты жазған өлеңдерім бар еді. Соның біреуін оқып берейін сіздерге. Бұл менің махаббатым мәңгілік нұрдың сәулесі деген өлеңдер жинағым. Осының ішінде өмір көз жаспен аққан дария дейтін бір өлең бар. Бірнеше шумағын оқып берейін. Өмір көз жаспен аққан дария. Адам балықтай бірақ етене. Ақыл жағада тұрған қария, жаның тыңдамай оны өтеме.
өмір секілді тойға дайындық, тойым тарқайды ажал жеткенде, тағдыр қалап бір алған қалыңдық, оған болса да қалай өкінбе. Жақсы ой жүректі көркем етеді, жүрек тыныштық сыйлар жаныңа. Сонда көңілге көктем жетеді, бақыт жоқ, одан артық жаңылма. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, жақсы ой біздің жүрегімізге көктемін әкеледі. Осы жақсы ойдан біздің жүрегіміз тыныштық табады. Ислам ғұламалар айтады, бақыт деген жүректің тыныштығы дейді. Демек, біз бақытты болу үшін, жүрегіміз тыныш болуымыз үшін біздің ойлауымыз, ойларымыз жақсы болу керек. Ойларымыз адал болу керек, ойларымыз пәк болу керек, таза болу керек. Жалпы адамның ойы қашанда біз оны дұрыс бағытқа бағыттасақ, дұрыс ой, жаман бағыттыға бағыттасақ, жаман ой болады. Еш уақытта жақсы мен жаман ойды бір мезгілдің ішінде ойлай алмаймыз. Біз алдымен не жақсыны ойлаймыз, не жаман ойға кетеміз. Одан кейін барып екеуін орын алмастыруымыз мүмкін. Бірақ көпшілік жағдайда адамдар ең алдымен жаман жағын көбірек ойлайды. Не болса да, біреудің айтқан ақылы болса да, кез келген бір жағдайға кездескен уақытта ең алдымен оның қараңғы жағын ойлап алады да, одан кейін барып жақсы жағын ойлайды. Екеуін бір сәтте, бір секундтың ішінде не жақсы жаман ойды ойлап кету қиын. Олай болмайды да. Адамның санасы бір бағытқа ғана жұмыс жасап отырады. Енді адамның жақсы ойларын біз үнемі өзімізді тәрбиелеу арқылы қалыптастыруымыз керек. Себебі ой деген нәрсе біздің мына қызылды жасылды дүниеде көріп отырған кез келген нәрседен бізге ой туындайды. Ал осы ойдың жақсы жаққа қарай бағыттау, немесе ойдың жақсысын алу біз үшін өте керемет. Ол үшін не істеу керек? Демек, ол үшін біз рухани дүниелерімізді байытуымыз керек. Рухани кітаптарымызды оқуымыз керек. Жүрегімізді жақсылыққа бастауымыз керек. Адамдарға мейірімді болуға талпынуымыз керек. Біздің исламның құдіретті құндылықтарын, жақсы адами қасиеттерге тәрбиелейтін құндылықтарын бойымызға сіңіруіміз керек. Ұлтымыздың қасиетті әдемі дәстүрлерін бойымызға жинастыруымыз керек. Сонда жаңа ғана елмен, көршілермен, достармен, туыстармен арада қатынастың бәрін оңға қарай, дұрыс бағытқа қарай бағыттауға болады. Оның барлығын адам өзінің ерк арқылы реттеп отыру керек. Енді жақсы ой біздің санамызға жету арқылы, арғарай есімізге бару арқылы, ес арқылы арғарай көтеріліп таным болып, таным арқылы тұтас әлемдік айналымға өтеді. Сол арқылы біздің жаңағы айтқан бағанағы сөзімізге келетін болсақ, біз не қаласақ сол боламыз дегеннің басы осында жатыр. Мен енді өмірімнен мысалға алайын. Ол менің ай сәулелі әлемім деген көріп отырған өздеріңіздің кітабым бар. Бұл прозалық бағытта өзімнің бастан кешкен оқиғаларым негізінде жазылған дүние. Осының ішінде тамұқтан қашу деген бір әңгімем бар. Осы әңгімеде не айтылады? Бұл туралы аз кем тоқтала кетейін. Сіздер білесіздер, не білмеулеріңіз де мүмкін. Мен Қытай Халық Республикасында туылғанда ерекше бір кен орнында туылдым. Ол көмір кен, одан уран байытылады деген сықылды көптеген күрделі кен орны болатын. Осы кенде әкемнің қайтыс болуына орай мен 16-дан 17 жасқа шығатын уақыттарым болса керек, сол кенге шахтер болып жұмысқа шықтым. Жұмысым жұма күні басталды. Жұма күні кешкісі менге шықтым. Әлі есімде, көз алдымда барлығы. Ол уақытта жаңағы шахтер қаласы мен шахтаның арасы әжептәуір жер еді. Автобус қатынайтын, автобусқа отырып, сол шахтаға бардық. Барғаннан кейін ол жерде бізді 3 бозбала екенбіз, және 3 қарт жұмысшыға қосып берді. Сонымен бір топта, былайша айтқанда бір группада 6 адам болдық.
сөйтіп бір үлкен кең залға келдік. Ол жерде әр адамның басына бірден таза киімді қоятын шкафтар болып берілді. Оған таза киімімізді қойып, ары қарай өтіп, ол жерден жұмысқа киетін ескі киімдерді берді, қолымызға шолақ күрек берді, басымызға каска берді. Каскаға ілініп тұратын осындай маңдайшасында жарық лампушкасы бар. Оның батареясы, осы менің мына қолымдағы кітаптың үлкендігіндей батарея, оны белдігімізге байлап қоятынбыз. Сол арқылы батареядан қуат алып, жаңағы төбемізде лампушка жанып тұратын. Содан киініп далаға шықтық. Содан кешіріңіздер, тағы да интернет үзіліп қалып жатыр. Содан алдымыздан үлкен бір аузын арандай ашқан апанға келдік. Оның ішінен бұрқыраған бір көгілдір мұнар түтін шығып жатыр. Жүрексінді мен, шыны керек. Жаңағы ауыз мұрынның бәрін жауып, қолыма күрегімді алып, бір құдайға сыйынып, жаңағының ішіне кірдік. Ол өзі доға формдас жасалған дүние екен. Ортасында көмір шығаратын вагондардың рельсі жатыр. Бір жақ шетінде тік жасалған ағаштан баспалдақ бар екен. Ал төменге қарасам, енді көз жетпейді, қап-қараңғы бір түнек. Содан енді жаңағы қарт жұмысшылардың артынан еріп үшеуміз жаңа баспалдақты бойлап төмен түсіп келеміз. Түскен сайын бір қараңғылықтың құшағына қарай еніп барамыз. Бала күнімнен өзім арманшыл едім. Бос уақытымның бәрінде кітап оқысам, одан қалған уақытта терең бір қиялдарға кетіп, ыңғай бір жақсы дүниелерді ойлап отыратынмын. Отырмай, болашақта үлкен ақын болсам, жазушы болсам, керемет үлкен бір ғалым болсам, осындай деп өзім білетін атақтардың бәрін басыма жинап, өзімді сахнадан көріп, үлкен бір аудиторияларда ел жұртқа бір лекция оқып жатқандай, осындай бір керемет бір кешке дейін соны ойлайтынмын айтым. Анау үлкен ағамыз үйленіп балалы болғаннан кейін әкеміз тұңғыш немерелі болып, сол уақытта сол немерені бағуға бесік тербетуді маған беріп қоятын. Өйткені мен кітап құмары, оның көбінде үйде кітап оқитынмын. Мынаны бір жағынан тербетіп отыр деп. Содан жаңағы баланы тербете отырып, бір жақ жаңағындай үлкен қиялдарға кетіп, уақыттың өткенін білмей қалатынмын. Сөйтіп армандап жүргенде аяқ астынан шахтер болдым. Ал шахтер болғанда ол жаңағындай 7 қабат қараңғы жердің астына кіріп бара жатқан уақытымда бағанағы ойларымның, армандарымның барлығы да осы 7 қабат жердің астында қалып қалатын құсап көрінді. Көңілім бір түрлі құлазып, жабырқап, бүкіл үмітім, бүкіл бір жарқын болашағым барлығы да осы қараңғы көрдің ішіне кіріп кеткендей болып, өзім сондай бір алаңдаған, уайымдаған бір көңіл күймен жерге түстім. Ал жолдың іші деген тарам-тарам, жаңағы шахтердің іші. Мына жақтан кетіп жатыр бір жол, мына жақтан кетіп жатыр бір жол. Әйтеуір бір заманда ең төменгі жаққа түстім. Артыма бұрылып қарасам, бағана үлкен апаның аузындай үлкен бір кіретін, бағана кірген есігіміз енді бір кішкентай ғана бір тесік болып, жарық бір төшкі құсап қана көрініп тұр. Құдайым-ау, енді мынадан қалай шығам деп ойладым. Содан жұмыс басталып кетті. Бір жерді бұрғыладық та, соған дәрі қойып, жарып, өзіміз Қашыбан жаққа барып тығыламыз. Үлкен тәжірибелі жұмысшылар соны жарады. Жарғаннан кейін көк түтін бұрқырайды. Ол түтін кеткеннен кейін барып, жаңағы вагондарды итеріп барып, жаңағы көмірлерді жапа-тармағай вагондарға басамыз. Одан тағы бомбылап, тағы дәрі қойып, жарылыс жасап, тағы да көмірді құлатамыз. Сөйтіп, не керек әйтеу? 10 шақты вагон толтырдық. Вагондарды итеріп алып келеміз. Содан бір-біріне жаңағы кидіретін тұмсықтарын бір-біріне жалғап кидіріп, мына жағынан токты басамыз. Ток жаңағы рельспен осы оқша зулап жоғары қарай кетеді. Енді оның өте қорқынышты жаңағы тау жыныстар бар. Сап-сары болып төбеңнен айдағар құсап төніп тұрған. Одан көмір қабаттар бар, сықырлап тұратын. Осылардың барлығы саған лап етіп, бір сәттің ішінде сені жұтып қоятын бір айдағар, әлде бір жыртқыш құсап тұрады. Қазылған үңгірлер бар, қолының оң жағында, сол жағында. Ол қарайған үңгірлерден біреу, әлде бір шайтан балбастыма біреу атып шығып сені қолынан жұлып алып кетіп, өзінің тұңғиығын алып кететін құсаған үрейлі сезімдер болады.
осы үрейіңді келе жатқанда жаңағы рельстің ішінде сылқ-сылқ күліп су ағып жатады, жер асты суы. Бейне жаңа сенің қорқынышыңды, үрейіңді мазақ етіп, сені бір мазақтап жатқан сықылды сезім береді. Бұл шақта да көп адам өледі, небір жас жігіттер өледі. Оның енді түрлері өте көп. Жаңағы тау жыныстары құлап басып қалады. Оны адамдар неше уақыт қазып жүріп әрең шығарып алады. Көмір құлайды, ток соғады, неше түрлі ауыртпалық, қиындықтар көп енді. Жаңағы жоғары зулап баратқан вагондар аяқ астынан жақсы ілінбей қалса шығып кетіп, зулап келіп төменгі жақта отырған жұмысшыларды өлтіріп, басын басқа жаққа, аяғын басқа жаққа лақтырып жіберген жағдайлар болды. Бұның бәрін көрдік. Осындай үрейлер, қорқыныштардың барлығы бағанағы жан сезіміңдегі армандарыңа тіпті де соққы болды. Сол уақытта өзім сондай арық едім. 16-17 жасында сондай арық бала, боз бала болдым. Жаңағы жұмыс өте маған ауыр болған, сондай қолдарым қарысып қалатын. Жаңағы келген баспалдақпен қайта өрлеп шығу енді өте қиын болатын. Жолда неше дем алып, әрең дегенде жарыққа шығатымын. Жер бетіне шыққанда, деп бір иығымнан жүк түскендей болып, керемет бір дем алып, рахаттанып қалатымын. Жарық дүниенің, мына жарық өмірдің қадірін мен сонда білдім. Әдетте бізге білінбейміз ғой, күнде жер бетінде жүрміз, жұмысқа барамыз, оқуға барамыз, білінбейді. Ал енді анандай 7 қабат жердің астында күннің қандай болып жатқан, түннің қандай болып жатқанын білмеген, әйтеу жұмыс істей берген, оның үстіне төбеңнен ажал төніп тұрған жағдайларда сен жарықтың қадірін терең бағалайды екенсің. Мен сонда бағанағы арманымды қайта бойыма шақырдым. Шаршап қалмау үшін, былайша айтқанда өліп қалмау үшін, арманымды жеткізу үшін бағанағы балаң ойымды қайта жиыстырдым. Мейлі көмір вагонға басып жатайын, не болмаса баспалдақтан өрлеп келейін, не баспалдақтан қайта төмен түсейін. Әйтеу бүкіл сана сезімде өзімнің бала күнгі өзім жасап алған арманым санама мықтап орналасты. Онда қалай? Онда дәл осы киіп отырғанымдай көгілдір көк костюмді армандайтынмын. Осындай костюм шалбар кисем, шашымды артыма қарап, қайырып тарабасам, ақ жейде, оған әдемі қызыл галстук тағып алып, бір кең аудиторияда сөйлеп тұрғаным, өлең оқып тұрғаным, не болмаса бір тебірене сөйлеп тұрған көз алдарыма келетін. Және сондағы айтып жатқан сөздер құлағыма естіліп тұратын өзімнің. Енді ода бала күнімізде енді не бір керемет дүние айттым деп ойлаймын. Айтпаған шығармын енді. Өйткені ол уақытта бар болғаны 9-шы сыныптан оқыған адам менде керемет бір білімдер жоқ еді. Бірақ әйтеуір өзімнің деңгейімде өзім армандаған дүниені, өзімнің қиялымды барлығын өлеңге, сөзге қосып сөйлей бердім. Әйтеуір сондай армандадым. Сондай болуды көз алдыма елестеттім, және өзімді солай сендірдім. Сондай сенгенім сонша, өзім дәл жер астында, 7 қабат жердің астында емес, жарық аудиторияда, кең бөлмелерде, қалың адамның алдында сондай сөйлеп отырған құсаған көңіл күйде болдым. Сондықтан жаңағы шаршау, үрей, қорқыныш менен алыстады. Шыны керек, мен алыстады. Одан қорқпайтын болдым. Өйткені мен өзім бір дүние жасап алдым. Өзімнің әлемімді жасап алдым. Мен жердің астында сағаттап жұмыс істейміз. Жаңа айттым ғой, 12 сағат па, 13 па, 14 сағат па, нормамызды біткенше істей береміз. Сол уақытта мен өзі әлеміммен жүрдім. Әлем маған сондай үлкен күш берді, қуат берді. Мен шаршатпады. Алғашында жаңа 3-4 дем алып шығатын баспалдақтан дем алмай шығатын болдым. Өйткені ақырын жүрсем де сол санамдағы өзімнің бейнеме, өзіммен өзім сөйлесіп, өзімді өзім көріп, көз алдыма бейне бір киноның картинасын көргендей болдым. Ал далаға шыққаннан кейін арғарай киімдерімізді шешініп, арғарай жуынып, одан таза киімімізді киіп автобусты күтетіміз.
автобус келіп бізді алып кететін, үйдің маңайына апарып тастайтын. Содан үйге келем, бірақ шаршағанымды сол үйге келіп шешемді көргеннен кейін бірақ білетімін. Анам мені күтіп отыратын. Менің енді қанша уақыт білмеймін, таңда кетем, кейде кеште келем, кейде кеште келіп түсте келем. Сол уақыттарда ол кісі мен деп бүкіл тамақ үстелдің бетін түрлі тамаққа толтырып қоятын. Бірақ бағанағы барлық шаршауымды жинап келгенде, анамның алдына келгенде біртүрлі босаңсып кетемді. Жаңа тамағынан бір түйір ауыз тиместен сұлқылдатып, не суық сүт па, чай ма, су ма ішемді, содан ұйқыға кететімін. Қатты болдырып шаршайтынмын. Міне, құрметті достар, бұл менің өзімнің өмір кешірмем. Осы өмірім арқылы мен расында да сондай адам болдым. Кітаптарым шықты. Қаншама елдерде болдым. Міне, докторанттарға, магистранттарға, студенттерге білімді бердім. Өлеңдерім шығып жатыр, кітаптарым шығып жатыр. Өздеріңізге міне сөйлеп отырмын. Бірақ бұл менің тек қана арманым арқылы орындалды деп ойламаймын. Арман мені осындай жаңа тамықтан алып шыққан бір құстың, самұрықтың қос қанатындай болды. Бірақ одан кейінгі кезде мен өзімді ары қарай дамыттым. Көп іздендім, оқыдым, шетелден де оқыдым, өзімізден де оқыдым. Әйтеуір бос уақытымды жібермей іздендім. Сол арқылы өзімнің армандарымды, алға қойған мақсаттарымды сана деңгейіне көтердім. Өздеріңіз білесіздер ғой, сана дегеннің өзі де адамның рухани жүйке жүйесінің керемет күші, қуаты, о бір энергия. Біз сана арқылы жалпы қоғамдық сананы және адамның жеке өзіндік, мендік санасын қалыптастырамыз. Адамда егер сана болмаса, біз өзіміздің ісімізге өзіміз жауап бере алмай қаламыз. Өзімізді өзіміз ар алдында сотқа тартып, не істеп жүрмін осы мен қайда қалдым, қандай деңгейге жетуім керек еді дегеннің барлығын осы санамыз арқылы екшеп білеміз. Санамыз таза болу керек. Ал енді сана таза болу үшін ой таза болу керек. Ал бізден тағы да бір түсінік бар. Ес деген. Ол сананың жоғары деңгейі. Кей адамдар оны түп сана деп айтып жүр. Менше ол түп сана дегеннен көрі ес деп айтқанымыз дұрыс. Себебі біздің күнделікті ойымыз және санамыздағы дүниелердің барлығы осы есте сақталады, және ол біздің қолдануымызды күтіп тұрады. Қазақтарда есті азамат деген сөз бар ғой. Демек, ес санадан жоғары бір күш, қуат. Сонымен бірге біздің қазақта тағы айтатын сөз бар. Есін жоғалтып қойды деп. Бұлайша айтқанда, есі кірісілі шығылсылы дейді кейбір ауыр жағдайда жатқан адамдар. Осының барлығы адамның жадысының есте тұратындығын көрсетіп отыр. Ал енді естен жоғары ар жағында таным бар. Таным біздің бағанағы ойымыздың мөлдірлігі арқылы санамыздың тазаруы, санамыз арқылы біздің есімізде сақталған мол ақпараттардың, қуаттардың, энергиялардың, күштердің таза болуы біздің есімізді таза қылады және есті азамат етеді. Осы есті азамат деңгейінен жоғары таным қалыптасады. Таным біздің ойлау жүйеміз арқылы, біздің миымыз арқылы бүкіл әлемдік айналымға өтеді. Мен өткен сабақта айттым, естеріңізде болса, адам жалпы жаратылыс заттардан емес, заңдылықтардан тұрады деген. Осы заңдылықтардың барлығы мына тұтас дүние, әлем, тұтас бір заңдылық. Еш жерін бөліп ала алмаймыз. Қазақта мақал бар ғой, сиырдың мүйізіне ұратын болсаң, сирағы сырқырайды деген. Демек, сиыр бір бүтін тұлға. Сол сықылды мына жаратылыс, бүкіл әлем, ғарыш, мына жер бетімен қосып айтқанда, барлығы да бір тұтас дүние. Осы дүниенің өзінің заңдылығы жасалған. Осы заңдылық жұмыс жасайды. Сонда біз осы айналып жатқан заңдылыққа және өзіміздің танымымыз арқылы жеткен таза санамызбен жоғары есіміз арқылы
кірігетін болсақ жаңағы заңдылыққа, онда біздің жаңағы ойлаған ойларымыз, армандарымыз ары қарай әлемнің айналым заңы арқылы айналымға түсіп кетеді да, сол ойлаған дүниеміз бізге келеді. Бұның себебі осында. Баспалдақ арқылы сөз, ой, ойдан сана, одан ес, одан таным арқылы біз тұтас биіктікке, шексіздікке және рухани әлемге көтеріле аламыз. Қасеке. Осы кезде менің қасымда отырған менің шәкірттерімнен біраз адамдар сұрақ қоймақшы, тікелей тыңдайық. Қасер ағай, сізге бір сұрағым бар еді. Негізі қазір айтып жатады, өте қазір психологтар көп сөйлейді, сана дейді, ес деп жатырсыз сіз міне. Және осы жерде түп сана дейді. Қазіргілердің айтуында түп сана мен осы адамның ойлаған емес, түп санасындағы қойылған программа, сол программадағы дүниелер орындалады, біздің ойлағанымыз орындалмайды дейді. Сіз осыған не дейсіз? Өйткені адамның ойы, айттық қой жаңа, күніне 1000 сан ой келіп, 1000 сан ой кетеді. Жақсы да бар, жаманы да бар. Егер адамның ойы біздің жүрегіміздің қалауы бойынша болатын болса, онда ол біздің сана деңгейімізге көтеріліп, ары қарай есте сақталу арқылы таным болып қалыптасады. Таным дегеннің өзін мінез деп айтуға да болады. Былайша айтқанда, мінез рухтың сауыты. Мінез дегенде біз біреулердің ашушаң болуы, біреулердің жеңілтек, біреулердің күйгелек болуындағы мінезді айтып отырғанымыз жоқпыз. Ол жалпы адамның болмысы, жаңағы танымы, болмысымен біріккен уақытта ол мінез болып қалыптасады. Біздің Әлихан атамыз не деп айтты? Ұлтқа қызмет ету, ол білімнен емес, мінезден деп отыр. Сондықтан мінез деген ол таным. Ал енді, жаңа сіздің сұрағыңыз бойынша айтқан уақытта, оған мынандай бір әпсананы айта кетуге болады, тағы да артық болмайсын шығар. Ібіліс адам пайда болғаннан кейін, Алла тағаланың жердегі орынбасары көрейінші деп адамның мына мұрын қуыс арқылы бүкіл денесін аралап шыққаннан кейін қасындағы періштелерге айтқан екен. Бұл адам Алланың орынбасары бола алмайды, өйткені бұл іші қуыс, сырты бүтін бір дүние екен, нәпсі келеді екен, тез шаршайды екен, шалдығады екен, іштар болады екен деген сықылды біздің адамзат бойындағы барлық кемшіліктерді айтады. Соны айтып келеді, бірақ сол жақ кеуде тұсындағы бір жұдырықтай етте кіре алмадым дейді. Міне, ол ет жүрек. Біздің жанымыздың ұясы, иманымыздың ұясы осы жүректе. Біз әдетте жүректі тыңдау керек дегеніміз осы. Сонда біздің жүрегіміз қалаған дүние, ол біздің ар жағындағы рухани дүниеміздің қалап тұрғаны. Ал рухани дүние ол таза дүние. Еш уақытта рухани дүние лас болмайды. Оны ластау адамдардың өзі мына материалдық дүниені рухани дүниеден биік қойғанда ғана ол ластануы мүмкін. Ластанғанда да ол төмендеуі мүмкін деңгейі. Ол жоғалып кетпейді. Ал рух ол таза. Сондықтан біздің таза дүниеміз ғана ғарышқа көтеріліп, әлемнің шексіз айналысына еналады, ол сонда ғана өмірде орнын тауып, арманымыз орындалады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Сізге тағы бір сұрағым бар. Осы жүректі тыңдау жайында айтып жатырсыз. Өткенде де тыңдауды айттыңыз. Ал жүректі қалай тыңдаймыз? Біз мысалы оның жүректі тыңдауды үйренбегенбіз. Оны басқа сезімдермен қалай алмастырып алмаймыз? Осы вообще жүрек тыңдау дегеніміз не? Жүрек өте жақсы. Жүрек деген дүние жаңа айтып өттік. Бұл адамның бойындағы ерекше мүше. Былайша айтқанда, қарапайым биологиялық тілмен айтқанда, ол бір мотор ғой. Қанша адам ғұмыр жасайды, сонша жыл тоқтамай қанымызды үздіксіз айландырып тұрады. Ешқандай жоғары технологиямен жасалған мотордың өзі де ондай ылғалды жерде жұмыс жасай алмайды. Ал жұмыс ылғалды жерде жарық көрмей жұмыс жасап тұр. Ол оның құдіреті екендігін көрсетеді. Ал енді жүрекке, біздің рухани дүниеміз жүректе орналасқандықтан, біз жүректі тыңдау дегеніміз адамның не қалап тұрғандығын білу. Ол үшін оның жолы қарапайым. Мысалы, бірдеңені істегің келсе, егер сенің ар жағынан жан дауысы осыны істеуді құп көретін болса, онда жүрегіңде бір түрлі қуаныш, әлде бір үміт пе, әлде бір жақсылыққа талпыну ма, сондай сезім бас көтереді. Сол уақытта мынау менің жүрегімнің қалауы екен дейсің.
оған да практика керек. Ал енді нақты кей адамдар менің мына жұмысты істеймін да осыны жүрегім қалаған білмеймін деп айтуы мүмкін. Ол үшін ол жұмысты да, одан кейінгі жұмыстың да бәрін істеп көр. Сол уақытта өзіңе бір жүрегіңе ұнайтын, жаныңа жақын бір жұмыс шыға келеді. Міне ол жүректің қалауы деген осы. Оған сенім керек бірінші кезекте. Менің жүрегім мені алдамайды. Менің жүрегіме сенем. Жүрегім мені қашанда жақсылыққа бастайды деген шынайы сенім болу керек. Және сол сөзімізді үнемі қайталап отыруымыз керек. Жүрегім мені алдамайды. Кәне жүрегім маған айта қойшы, менің осы жұмысым дұрыс па деген сықылды сұрақтар арқылы өзімізді ары қарай дамытып отыруымызға болады. Бұның енді жолдары көп енді. Кейбіреулер түрлі әдіс тәсілдерді қолданады. Енді оның барлығын біз айта беретін болсақ, уақытымыз ұзарып кететін сықылды. Сонымен айтқан уақытта біздің жаратылыс дүниеміздің өзі үлкен бір тұтастық. Бұл тұтастық бені Абай атамыз айтқандай, ғалам Алланың ішінде, ал Алла ғаламның ішінде. Біз осыны үлкен философиялық тұрғыда да, психологиялық тұрғыда да осыны түсінуіміз керек. Мынау ғалам Алланың өзі. Алла дегеннің өзі мына ғалам. Екеуін айырып алуға болмайды. Мысалы біз Аллада мекен жоқ дейміз. Қайда тұратындығын білмейміз. Аллада бейне жоқ. Ол бір қуат, ол бір энергия болуы мүмкін, күш болуы мүмкін. Сондай тылсым, құдірет ол. Сондықтан біз мына ғалам жаратылыстың барлығы сол Алланың құдіретінің аясында. Ал Алланың құдіреті осы дүниенің ішінде тұр. Әрбір элементтің, атомның ішінде Құдайдың құдіреті тұр. Осында сөйлеп отырған менің де, тыңдап отырған баршаларыңыздың да, барлығымызда осы Құдайдың құдіретінен жаралған пенделеріміз. Біздің әр қайсымызда Құдайдың құдіреті бар. Сондықтан мен айтатыным сол. Адам функциясы жағынан, қуаты жағынан кішірейтілген Құдайлық сипатқа ие жаратылыс деп. Құдайдағы барлық қасиеттер адамның бойында да бар. Бірақ бұны біз Құдаймен салыстыра алмаймыз. Ол бейне бір теңіз бен тамшыны салыстырғандай дүние. Бірақ сипатымыз ұқсас. Біз де жазалаймыз, біз де емдейміз, бізде рахым болады, бізде де мейір болады. Осының барлығы Алла тағаладан. Біздің де көруіміз, естуіміз, сөйлеуіміз, бұның барлық сипаттары Алланың сипаттары сықылды. Бірақ деңгейі, ауқымы жағынан біз енді Құдайдың сипатына тең келе алмаймыз. Бірақ соның сипатының ерекшеліктері, ұшқындары адамда да бар деп бағалауымызға болады. Сондықтан мен үнемі айтатыным сол. Адам әр қайсысы өзі бір әлем, сол әлемімізді бағалауымыз керек. Әлемімізді бағалағанда біз өзіміз кім екенімізді білеміз, және ары қарай алға қойған мақсатымызға да жете аламыз. Жақсы, табыс жайында көп айтасыз ағай. Және өзіңіздің шыққалы жатқан кітабыңызда табыс құпиясы өз әлемің ішінде деп отырсыз. Ал енді осы өз әлемің ішінде деген кезде расымен бұның құпиясын ашасыз ба? Неге өз әлеміміздің ішінде бұл табыс? Енді табыс дегеннің өзі, анау мен 2012 жылы жазған мақалам бар, интернеттен қарасаңыздар, ол Құдайдың бір құпиясы. Адамның өзі Құдайдың құпиясы, өмірдің өзі Құдайдың құпиясы. Өйткені біз өмірдің түпкі жағында рухани дүние жазсам, бер жағында біздің көзге көріп, естіп жүргеніміз материалдық дүние. Сондықтан өмір өте күрделі. Өмірде адамдардың көбінің жолы болмай қалатында, осы материалдық дүниеден шыға алмай, рухани дүниеге ендей алмай қалады да, аралықта қалады. Осыдан барып көптеген проблемалар шығады. Ал адамның өзі құпия болады екен, онда адамның ең басты мақсаты табыс. Табысқа жету. Табысқа жету дегеніміз мұнда ақшалы болу емес, материалдық дүниесі мол болу емес. Ол табыстың бір ғана саласы. Табыс деген ұшан теңіз дүние. Біздің денсаулығымыз, өміріміз, қанағаттануымыз, бақытымыз, отбасымыз, шығармашылығымыз, осының барлығы табысқа кіреді. Сондықтан кез келген адам табыс жолында жүрген азамат. Біз тек анау қандай жолмен болса да мал тапқан байларды ғана табысты адам дейтін болсақ, өте қателесеміз.
олардың өзі малды қалай тапқанымен, бірақ табысқа жеткен жетпегенін біз кесіп айта алмаймыз. Сондықтан байлық пен дәулет ол табыстың кепілі бола алмайды. Ал енді жаңағы менің кітабымда ешқашан жоқ деме деген сөздің мағынасы осы. Адам ойы арқылы, сөзі арқылы санасын жаңартып, сол арқылы танымын кеңейтіп, әлемдік айналымға, әлемнің даму заңдылығы бар ғой. Ол қашанда ақиқатты жақтайтын, әділдікті, теңдікті сақтайтын, даланың, мына табиғаттың, ғаламның, Құдайдың жаратқан илахи заңына сай келетін болса, онда біздің ішкі арманымыз, жүрегіміздің қалауы ол орындалуға мүмкіндік жасалады. Әңгіме осы. Бірақ мен жақсы тілек тіледім, болды, ниетімді дұрыстадым, осымен жұмыс бітті десек, онда қателесеміз. Бізге еңбек керек. Оны қасиетті Құранда Құдайдың өзі айтады. Біз адамның шабыты мен еңбегіне қарай нәтижесін береміз дейді. Осындағы шабыт деп отырғаны осы жақсы ой, жақсы жоспар, жақсы мақсат. Ал оның артында еңбек дену керек. Осылар біріккенде ғана біз бағанағы өзіміздің қалаған адамымыз бола аламыз. Тек қана ой арқылы жақсы ой ойлап отырмын, енді осы ойым аспанға көтеріліп кетті, енді ол маған іс жүзінде өмірімде орындалады деу, ол баланың қиялы. Біз ондайдан аулақ болуымыз керек. Біз еңбек етуіміз керек. Әр адамның өзі бір әлем. Осы әлемді біз білуіміз керек. Әлемді білгеннен кейін, әлемнің бізге қоятын талабы сол. Біздің дамуымыз керек. Себебі Алла тағала әр адамды жер бетіне бекер жіберген жоқ. Әр адамның миссиясы бар, міндеті бар. Осы міндетпен жұмыс жасауымыз керек. Сонда міндеттің мақсаты не? Дүниені тану, жаратылысты тану және сол арқылы хақты тану. Мақсат осы. Өйткені мынандай бір хадис бар ғой. Құдай айтады: мен әуелде тылсым қазына едім, өзімді білсін деп мына жаратылыс дүниені жараттым дейді. Демек, біздің басты мақсатымыз, біздің өміріміздің басты мақсаты не? Құдайды тану. Ал Құдайды тану дегеніміз не? Біздің дамуымыз арқылы болады. Ешқандай нәрсе дамымай, ештеңені танымайды. Ғылым мен техника дамығанда біз дүниенің көп нәрсесін танимыз ғой. Сондықтан біз тек қана адамның түпкі жаратылысындағы мақсаты ол, мына менің кітабымның айтында, мына өлең кітабымдағыдай, шексіз құдіретті нұр Құдай. Сол нұрдың шашылып түскен сәулесі адамның жаны. Ал нұр ол мәңгілік. Демек, адам мәңгілікке талпыну керек. Адам тоқтап қалуға, кері шегінуге мүлде болмайды. Егер адам тоқтап қалып, кері шегінетін болса, ол өзінің қоғамдағы орнын жоғалтады. Біздің көріп жүрген көшедегі қаңғыбастар, арақкеш алқаштар, міне осылар тоқтап қалып, кейін шегінген адамдар. Бәріміз білеміз ғой. Адам, ол қандай? Ортаңғы деңгейде тұрады. Егер ол арғарай рухани дүниесі дамитын болса, ол періштелердің деңгейіне шығады. Ал төмендейтін болса, хайуани деңгейге түсіп кетеді дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан біздің мақсат адамның тек қана алға даму. Ал даму ол табыс. Даму мен табыс екеуі егіз ұғым. Осы күнде көп адамдар осы өмірдегі орнын таба алмайды, көптеген сәтсіздікке ұшырайды. Бұл неге? Бір адамдар оңай жетеді өзінің мақсатына, бір адамдар өзінің орнын таба алмай, қандай іс бастаса да сәтсіздікке ұшырай береді, содан сағынады. Неге осындай айырмашылықтар? Енді бұның біраз жауабын жаңа айттық. Өйткені адамның өмірге келуінде міндеті бар. Өмірдегі адамдар міндетін білмегендіктен Абай атам айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігіңді тауып бар қалам дейді. Мынау өріліп жатқан биік үй сықылды дүниеде өзіңнің кетігіңді таппасаң, өзіңнің орынды таппасаң, онда сандалып қаласың. Біздің адамдар көбінде өзінің ішінен іздемейді өзінің табысын. Әркім өзінен іздеу керек. Біз өзімізді біреуден іздейміз. Мен неге анандай болмаймын? Мен неге мынандай болмаймын? Мен ана досым сықылды бизнесмен болмадым, не мына курстасым сықылды мансапты адам болмадым деген сықылды өзін басқалардан іздеп әуре болады.
Жоқ, олай болмайды. Оған бизнесмендік бұйырылған болса, ол соның жолын тауып жүрген адам. Ал саған ол жазылмаған болса, саған оқытушылық жазылған болса, ол сен оқытушысың. Сен орныңды осылай табасың. Сенің орныңның тапқаны сенің жүрегіңе қанағат беретін болу керек. Бағанағы айтқан әлгі жүрегіңді тыңда деген әңгіме осы. Орнын тапқан адам жүрегіне қанағат ұялайды. Ол өзін бақытты сезінеді. Ал елге ерік деген өзінің бақытын, өзінің табысын және өзін басқа біреуден іздеген адам еш уақытта өз орнын таба алмайды. Сондықтан олардың өмірде жолы болмайтыны сол. Осы жүрек тазалығы жайында айтып жатырсыз. Жүрегі таза адамның, санасы таза адамның сипаты қандай болады сонда? Өте жақсы сұрақтар болып жатыр. Жүрек таза, санасы таза адамдардың жалпы алған уақытта кешіріңіз, тағы бір нәрсе қосып жіберейінші. Жалпы мына жүрегіміз таза адам болуымыз мүмкін, таза емес мүмкін. Егер жалпы жүректі тазартудың амалдары бар ма? Себеп адам баласы өмірге келгенде таза күйінде келеді. Біз оны ислам шариғатынан білеміз. Ал адамдардың арғарай өскен ортасы, үйіндегі отбасы тәрбиесі, мектебіндегі, тағы қоғамдағы достарынан көрген дүниесі адамдарды қайтеді, біртіндеп оның санасын сол арқылы танымын қалыптастырады. Сөйтіп, сол танымы арқылы ол адамдарға қарым-қатынас жасайды, сол танымы арқылы адамдармен сөйлеседі, сол таным арқылы жұмыс жасайды. Осы таным жаңағы сөз, ой, сыртқа шығып бейнеге енеді. Ол ішімізде жатқанда ол энергия ғой. Энергияның бейнесі жоқ. Оны бейнелей алмаймыз. Ал ол жаңағы сөзге айналған уақытта, іс қимылға айналған уақытта оның сипаты көрінеді, бейнесі шығады. Содан кейін айтамыз да, біз мына адам жүрегі таза адам емес екен. Мынау жақсы адам екен, мынау жаман адам екен дейміз. Ал ол жерде оның танымы жатыр. Ал мен жаңа оның танымның қалай қалыптасатындығы туралы оның бәрін айтып өттім. Сізге мынандай сұрақ келіп жатыр. Адам бойындағы қасиет аруақ жолы туралы не айтасыз? Мен көп ауырам, көп жылдар болды дейді. Қалай дейді? Адам бойындағы қасиет аруақ жолы туралы не айтасыз дейді. Көп ауырам дейді. Енді адамның бойында қасиет, тума қасиет болады дегенге мен келсем. Себебі оны өзім мен басымнан өткергем. Адамда тек деген жағдай болады. Ген. Бұл бізге ата-бабаларымыздан келген дүниелер. Мен өткен сабағымда айттым, жеті ата не үшін бізге керек болды? Жеті атадан өту. Бұл біздің қанның тазалығын сақтауға бір ғасырға жуық уақыт кетеді. Егер бір атаны бір 13-14 жыл деп есептейтін болсақ, 90 жылдан артық уақыт болады. Сол уақытта біздің қанымыз тазарады. Бұл бір жағдай. Екінші, біздің өмірдегі өткен барлық ата-бабаларымыздың істеген қиянаттары ма, жақсы ма, жамандығы ма, ол біздің өмірімізде ол көрініс беріп отырады, ұрпақтарына беріп отырады. Мен ол туралы да айтқам, бірақ тағы да бір әпсананы айта кетейін. Кезінде Мұса пайғамбар Алла тағалаға жалынып, бұл өмірде әділетсіздік көп екен дегенде, Аллада бұйрық келеді, сен Түгенбай деген көлдің бойына бар, мен сонда көрсетемін дейді. Ол кісі келіп, Мұса пайғамбарымыз ағаштың түбіне келіп отырады, ол кісіні адамдар көрмейді. Сонда қала жақтан бір атты жігіт шауып келеді, бір қоржын алтынды ағаштың түбіне асығыс көміп, қайтып қалаға кетіп қалады. Міне осы уақытта бір бала келіп, жаңағы алтынды алып кетіп қалады, ұрлап кетеді. Бала кетісімен тағы бір сапарлап келген көз көрмейтін қарт кісі келіп, жаңағы ағаштың түбінде отырады. Міне осы уақытта бағанағы алтынды көмген жігіт атымен қайта шауып келіп, әкетпекші болған алтыны жоқ, бірақ алтынның қасында бір шал отыр. Содан жаңағы жігіт жатып кеп, жаңағы шалды сұрақтың астына алып, алтынды табешек тап дейді. Ештеңені білмейтін өз көз зағип адам алмағанын айтса да, бірақ ана жігіт оған сенбей, оны ұрып өлтіреді.
Бұны көріп отырған Мұса пайғамбарымыз тіпті де таң қалады ғой, енді бұл сонда қалай болып кетті өзі, анау алтынды анау алып кетті, мынау текке өлтірді, бұнда қандай әділеттілік бар енді Алла тағала дегенде, Алланың берген жауабы мынандай екен: сендердің, жалпы адам баласына айтып отыр ғой, пенделердің уақыты қысқа болғандықтан бұрынғы өткен өмірлеріңдегі ата бабаларының не істеп не қойып кеткендерін білмейсіңдер. Мына жігіттің ата бабаларын жаңағы шалдың ата бабалары өлтірген. Ал ана баланың ата бабаларының ақшасын ана жігіттің бабалары еңбегін пайдаланып ақысын бермеген дейді. Көрдіңіз бе? Бұл бір әпсана. Міне осының өзінен біршама дүниені аңғаруға болады. Біздің бұрынғы ата бабаларымыздың да белгілі деңгейде істеген күнәлары, ауыртпалық қиянаттары біздің менің ұрпақтарыма да келуі мүмкін. Сондықтан біз өзімізді қашанда таза ұстауымыз керек, өйткені біз өзімізбен ғана құтылып кетпейміз. Біздің арғарай бала шағамыз да біздің істеген ісімізге жауап арқалап қалуы мүмкін. Ал енді жаңағы бақшылық деді ме? Аруақ жолы. Аруақтар, енді аруақ деген сөз, рух деген сөздің көпше мағынасы ғой. Адамның, менің түсінігімде жалпы адам үш нәрседен құралады. Ол біреуі тән, екіншісі жан, үшіншісі рух. Рух деген ол мінсіз таза ақыл дейді Шәкәрім атамыз. Жан ол мына электрдің қуаты сықылды, бізді қозғалысқа келтіріп тұрған энергия, күш. Ал тән мына өзіміздің көріп отырған кәдімгі физикалық тұлғамыз. Енді осының ішінде жан мен тән барша адамға ортақ, бірдей. Біреу биік, біреу аласа болуы мүмкін, бірақ адам баласында барлығы 12 мүшесі бірдей. Ал енді рух мұнда әртүрлі. Біз рухы биік халық, рухы биік азамат дейтініміз осы. Адамдардан айырмашылық жасап тұратын осы рух мәселесі. Сондықтан адамдарда ерекше қасиет болады, оны мен мына кітабымда жаздым. Адамның тылсым қуат күштері болады, оны да жаздым. Енді оның барлығы мына тікелей эфир уақытында жеткізу қиын. Онда біз адамның бойындағы алапат күштер, ол не үшін пайда болады? Ол қалай жоғалып кетеді? Оның түпкі себебі не? Қай жақтардан келеді? Деген мәселелердің барлығын оны жаздық. Сондықтан бұның барлығын енді Алла бұйырса, осы бір 20 күн көлемінде кітабымыз шықса, содан алып оқисыздар деп ойлаймын. Өйткені бұл өте кең ауқымды дүние болғандықтан, оны тікелей эфир уақытында бір азғантай 3-4 минутқа сыйдырып айтып кету қиын. Болды. Сонымен, құрметті достар, бүгінгі эфиріміз негізгі айтар ойымызды түгелде айттық деймін. Негізгі айтарымыз сол: адамның ойы ерекше қуат, күш, ойымызды басқаруымыз керек, және ойымыз арқылы сөзімізге елершілік етуіміз керек. Өйткені сөздің өз дүниенің басы, сөзде сиқыр бар, ойда қуат бар. Ал осы ойымыз бен сөзімізден жинақталған біздің санамыз арғарай оны есімізде сақтайды. Ес біздің жадымыз. Осы жадымызда біздің тұтас ақпараттарымыз тұрады. Біз осыдан пайдаланамыз. Осы еспен сананың жоғарында таным қалыптасады. Ал осы таным бүкіл шексіз әлемнің заңдылығының аясына кіреді. Біздің жаңа армандаған, егер таза жүрегімізбен армандаған, өзіміздің шынайы ниет еткен дүниеміз болатын болса, оны біздің орындауымыздың шарт жағдайын жасайды. Бірақ орындап береді деген сөз жоқ. Орындау үшін әрине бізге не керек? Еңбек ету керек, ізденіс керек. Өйткені еңбек болмай ешқандай дүние қолға келмейді. Сондықтан табысты болайық. Табысты болу үшін әркім өз әлемімізді өзіміз бағалайық, өзімізді өзіміз түсінуге тырысайық. Елге еліктемейік. Табысты басқа емес, әркім өзінің әлемінен, ішкі әлемінен іздеу керек. Өйткені біздің барлық күш қуатымыз өзіміздің ішкі дүниемізде жатыр. Сондықтан ішімізді тазалап, ойлау жүйемізді дұрыстайық. Егер біздің жан дүниеміз таза болса, біздің логикамыз дұрыс болады. Логикасы дұрыс адамның сөзі мен іс әрекеті орынды, қонымды болады. Ал ондай адамның елге сыйлы болады. Ондай адамның мақсаты орындалады. Міне, құрметті достар, сіздермен бірге болған Қастер Сарқытқан бұл табысты психология арнасы
Рахмет сіздерге уақыттарыңызды бөліп осында қатысқандықтарыңыз үшін. Баршаларыңызға табыс тілеймін. Есен сау болыңыздар.